Ақмола облысында таза бейсенбі экологиялық акциясы аясында Зеренді көлінің жағалауынан 1 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Оған Аманат партиясының 50-ге жуық қызметкері мен еріктілер қатысты. Жасыл ел еңбек жасағы да шет қалмады. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасады. Тазалық акциясы аясында енді тау бөктерлері күл қоқыстан тазартылып, көшелер абаттандырылмақ. Осы акция туралы біз бірінші рет естігенде үйде отыра алмадық. Мен өз достарыммен, туысқандармен және де жақын адамдармен осы акцияға қатысуды жөн көрдім. Біздің мақсатымыз осы тұрып жатқан аумақты тазарту және де оны жақсарту болып табылады. Ал Атырауда Жайық өзені жағалауындағы тасқын кезінде салынған қапшықтар жиналып, аумақ қоқыстан тазартылды. Бұған 200-ге жуық ерікті мекеме қызметкерлері мен белсенді жастар атсалысты. Аманат партиясының бастамасымен қолға алынған Таза Қазақстан акциясы апта сайын өткізіліп келеді. Бір ай бұрын орын алған су тасқынының нәтижесінде қалған бөгеттерді, қалған қалдықтарды тазарту үстіндеміз. Енді бұл біздің жалпы партияның, жас еріктілердің осы қаламызға деген қосқан тамшыдай болса үлесіміз деп есептеймін. Осы жерде немқұрайлық танытпай бірге тазалауға шыққан жастарға өзіміздің алғысымызды білдіргіміз келеді.